Қазақ халқының тарихы мен мәдениетінде қазақ және Қызыр сөздері терең мағынаға ие. Бұл атаулардың түп төркіні мен мәнін зерттей отырып, олардың ортақ мәндерін айқындауға болады. Жортқанда жолың болсын, жолдасың Қызыр болсын. Дұшпаның жерге қарасын деген қазақтың мақалы мен өзбектің қазақтан жолдасың болса, жолда қалмайсың деген мақалы сай келетіні бекер емес. Қазақ сөзі көне түркі дәуірінен бастап алып көптеген мағыналарға ие. Белгілі зерттеуші Омелян Прицактың айтуынша, скиф-сақ дәуіріндегі қазақ сөзі еркін адам және жаулап алушы мағыналарын білдірген. Геродот жазбаларында да скиф еркін патшалық халық ретінде сипатталады. Ежелгі түркі тілдерінде бұл сөздің мағынасы билеуші, жасаушы деген түсініктермен байланысты. Шумер дәуіріндегі гуза сөзі тақ мағынасын білдірсе, кизак немесе хасақ қасиетті орын деген ұғыммен астасады. Араб жазбаларында қыпшақтарды қазақ титулымен атап, оны патша деп түсіндіргені мәлім. Қазақ сөзі мен оның балама атаулары қазар, қадыр, ызық, жазық, яссы көне мәдениеттің негізінде жатқан рухани, билеушілік сипаттарды меңзейді. Қадыр түркі және ислам мифологиясында киелі, қасиетті тұлға. Құран кәрімнің Кәф сүресінде Мұса пайғамбардың Қыдырмен кездесуі жайлы баяндалады. Қазақ фольклорында Қыдыр ата адамдарға бақыт, ырыс, береке әкелуші рухани күш ретінде көрінеді. Қазақ түсінігінде Қыдыр ата әртүрлі кейіпте кезіп жүреді, оның кез келген адам болуы мүмкін деген сенім қалыптасқан. Қырықтың бірі Қыдыр деген сөз осыдан туындаған. Оған көрсетілген қонақжайлық, жақсылық пен берекенің белгісі. Қазақ сөзінің көне мағыналарына назар аударсақ, оның Қадыр сөзімен жақындығы байқалады. Қадыр сөзі араб тілінде құдірет, қасиетті күш деген мағынада қолданылады. Мұсылмандық түсінікте Қадыр түні ерекше маңызға ие. Дәл осы түні періштелер түсіп, адамдарға жақсылық нәсіп етеді. Қазақ сөзінің тағы бір мағынасы еркіндік болса, Қыдыр ата да еркіндік пен шексіз мүмкіндіктердің символы болып табылады. Оның халық арасындағы бейнесі, тылсым құдіретке ие болуы, жақсылық әкелуші ретіндегі сипаттамалары қазақ халқының өмірлік философиясымен үндес. Ызықтың ақпейіл әруақ. Көне түркі тілінде иық, ыдық, ызық, қасиетті, құдіретті деген. Бір иық өзі бір тұрған қасиетті, құдіретті киелі жер деген мағынаға толық сай келеді. Қазақ пен Қызыр атауларының бірін бірі ауыстыратынын көрсетеді, ал қазар сөзі көбіне шығыс жақта көп қолданылған. Демек, қазақ және Қызыр сөздері ұмыт қалған көк тәңірі есімдері. Ол сөздер мұсылман дінінің ықпалымен басқа мағынаға айналған деуге болады. Қазақ пен Қыдыр сөздері мәдени, тарихи, мифологиялық тұрғыда бір-бірімен тығыз байланысты. Олардың ортақ сипаты еркіндік, билік, қасиеттілік және халыққа жақсылық әкелу. Бұл сабақтастық қазақ халқының дүниетанымы мен рухани мұрасының ажырамас бөлігі болып табылады.